Арыс қаласында болған жағдай күллі қазақстандықты алаңдатқаны анық. Осындай оқыс оқиғада қиналғандарға демеу болу, қол ұшын созу азаматтық парыз. Аймақ кәсіпкерлері алғашқылардың бірі болып, арыстық ағайынға көмектесуге кірісті. Тілші әңгімесінде толығырақ. Арыстағы ағайынға алғашқы көмек кеше ұйымдастырылған еді. Өңір басшысының тапсырмасымен жарылыстан қираған үйлерді, бұзылған ғимараттарды қалпына келтіру мақсатында құрылыс материалдары жөнелтілді. Ал бүгін қайырлы іске облысымыздың кәсіпкерлері үн қосты. Олар бірлесіп азық-түлік, балаларға арналған киім-кешек және гигиеналық заттарды көмек ретінде сұнды. Астық өнімдері, 5 тонна макарон өнімдері, сонымен қатар 3 тонна құс еті өнімдерінен қалған тауарлар единиц ретінде 1000 штуктап, 2000 штуктап, 5000 штуктап солай жіберілген жатыр. Бір осы жүк машинаға тиеліп, қазіргі таңда бұл жол жүреді. Жұмыла көтерген жүк жеңіл. Жалпы бір күннің ішінде 30 тонна гуманитарлық жүк жиналды. Оның ішінде кәсіпкерлермен қоса ізгі облыс тұрғындарда белсенділік танытуда. Арнайы пункттерде жиналған батыс қазақстандықтардың сәлемдемесі автокеруенге тиеліп, алыстағы Арысқа жөнелтілді. Қазір өздеріңіз көріп отырсыздар, алғашқы партияны біз қазір аттандырып жатырмыз Арыс қаласына. Осының барлығы да мына бірінші кезекте қажеттілікке халықтың сол жердегі қиналып жатқан көмегіне әсер етеді деп есептеп отырмыз. Енді бүгінгі күні қосымша қаражат мәселесі қазір жинақталуда. Көп азаматтар өздерінің бір күндік жалақыларын аударуға бел буып отыр. Арыста зардап шеккендерге көмектесу мақсатында елімізде Арыс біз біргеміз атты акция басталды. Оның шеңберінде еліміздің әр тұрғыны шама шарқы келгенше көмек қолын созуда. 2011 жылғы су тасқынын Орал қаласының тұрғындары әлі де ұмыта қоймағаны анық. Қиын қыстау кезеңде бізге оңтүстік тұрғындары бірінші болып қолдау танытқан еді. Енді міне арыстық ағайынның иығына түскен ауыртпалықты барша қазақстандықтар бірлесе көтеруге күш салуда. Мынау Нұр Отан партиясының жанынан бүгіннен кешеден бастап біздің халықтан жаңағы көмек жинау пункті ашылып, халық өзінің қолдан келгенше көмегін көрсетіп жатыр. Барлық мекемелер, соның ішінде біздің Қазақстан облыстық Нұр Отан партиясының филиалы, облыс әкімшілігі, университеттер, үкіметтік емес ұйымдар бүгінгі таңда өздерінің бір күндік еңбекақыларын аударды. Енді мына қазір сол біздің облыстың атынан арыстарға арнап жаңа 2 фураны жол сапарға аттандырып отырмыз. Арыс қаласының тұрғындарына аманшылық тілейміз. Жаңағы қиындықтың бәрін аман-есен бастарынан өтуін тілейміз. Оларға біз бүкіл бас Қазақстан жұртшылығы біз арыстықпен бірге екенімізді мәлімдейміз. Бүгін түс ауа әуелгі қажеттілік заттар тиелген жүк көліктері Арысты бетке алды. Гуманитарлық көмек керуені ертеңдері діттеген жеріне жетпек. Осылайша айтпай келген апаттан зардап шеккендер жайық жұртының шынайы жанашырлығын айқын сезінетін болады.